Ерте заманда кітапханалардың бірінде өрт шықты. Сонда кітаптардың бәрі өртеніп, күл болды. Бір кітапхана өртенбей қалып кетті. Арадан күндер өтіп, кітапхананы жөндеуге кіріскен адамдардың бірі ескі кітапты далаға лақтырып жіберді. Сонда кітапхананың жанынан өтіп бара жатқан бір кедей адам кітапты тауып алады да үйіне алып келеді. Әлгі адам біраз от жағып, жылынып алу үшін кітап парақтарын отқа жақпақшы болды. Сонда кітап парағындағы жазуға көзі түсті. Онда былай жазылыпты: кімде-кім теңіз жағасынан ыстық тас тапса, ол адамның бар арманы орындалып, өмір бақи бақытты ғұмыр кешеді деп жазылған екен кітапта. Мұны оқыған кедей ертесіне таң атысымен теңіз жағасына барып, кешке дейін ыстық тас іздеді, бірақ таба алмады. Себебі жағадағы тастардың бәрі теңіз суындай мұздай еді. Кедей ертесіне де, арғы күні де дәл осылай таңның атысы, күннің батысына дейін теңіз жағасынан ыстық тас іздеумен болды. Ол қолына түскен мұздай тастардың бәрін теңізге лақтырып жіберетін еді. Арадан айлар өтті, жылдар өтті, бірақ ыстық тас табылмады. Күндердің бірінде кедейдің қолына ыстық тас түсті. Ол болса күндегі әдетіне салып, оны да суға лақтырып жіберді. Ұзақ жылдар бойы іздеп, әрең тапқан ыстық тас теңіз түбіне батып, көзден ғайып болды. Кедей өзің не істегенін түсініп жеткенде бәрі кеш еді. Иә, адам өмірі де теңіз жағасына ұқсайды. Кейде бақытымызды тапқанда оған мән бермей өтіп кетеміз. Біз өмірдегі өзімізге тиісті болған бақытымызды тапсақ та, оны іздей береміз, ал оны бағалауды ұмытып кетеміз.